Weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it... Сәлем достар, сіздермен бірге мен Леди Каусар, және бүгінгі видео менде влогымыз болады. Менің арнамда өте ерте влогымыз шығып жатыр. Өткен жылы декабрьдің примерно ортасына шыққан, а бұл жылы уже ноябрьдің соңында шығып жатыр. Бүгін бізде далада қар жауып жатыр. Еще менде новогодний заттар өте көп бұл жылы. Бүгінгі видеода мен сіздермен бірге үйді гирляндалармен украшать етемін. И потом сіздерге жаңа жылға алған заттарымды көрсетемін. Бұл жерде менде гирляндалар. И мына пакетте менде типа қара түсті гирлянда, но на самом деле ол басқа түспен, то есть қызыл, жасыл, көк болып жанады. Осындай 20 метрлік бұл вроде, или 30 ба? 20. Ладно. Короче, осыны қазір мен лестницаға қолданатын боламын. Лестницада периланы әдемілеймін. Өткен жылы тоже солай істеген, бірақ ол кезде менде осы гирлянда и мына астындағы гирлянда, қара түсті гирлянда болды. Қара түсті гирлянда дұрыс істемей қалды. Қазір көрмей жатыр. Вот, қара түсті гирлянда дұрыс істемейді, ал мынау істейді, бұны мен қолданамын, мынау потом. Қазір осы жерлерді істейтін боламыз. Свет жағып қоямын и былайынан ракурс өткен жылғы. Бірінші мен гирлянданы ашып аламын. Это будет долго. Короче, такого слова. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. It's been said many times, many ways, Merry Christmas. That's what Christmas is all about.
қазір мен сіздерге алған заттарын көрсететін боламын. Яғни типа иду украшать етуге, там подарка қаптауға, анау сондай заттар. Осы блогымыздағы самый интересный осы блогымыздағы ең қызық бөлігі болады, короче. И ең бірінші ол менде осы абадок. Өткен жылы мен, осы жылы мен өткен жылғы маған даже бір жыл емес, одан көп 2020 алсақ, короче, 2 жыл болды. И поэтому новый тура келді. И то мынандай артыша болып кеткен уже. Короче, вот, но старый ол еще бүйтіп қозғалады. Аны новые. Осындай нелері бар, колокольчиктары, потом мындай типа жапырақтар, құлақтар и оленнің нелері, мүйіздері, бірақ мыналар бүйтіп істелмейді. Это и хорошо. Так, ары қарай бұл жыл өткен жылғы заттар, мен сіздерге өткен жылғыны көрсетпедім. И бұл осындай 2 носок, то есть киетін носок емес, короче, қоясың и ішіне подарка салатын осындай. Бұны мен фикс прайстан алдым. Тут Merry Christmas бірінде қызыл түсті бұл. И мыяқта snowman. Ақылы. Вот. И мынау не елка. Christmas tree. Ал екіншісі менде жасыл түсті. Тоже Merry Christmas. Мыяқта уже олень. Мындай несімен. Шарфпен. Вот. Осындай 2 носочки. Келесі менде уже упаковкаға кетеді бұны. Бұл менде осындай 2 декоративный скотч. О май гад. Короче, біреу осындай алфавит, мыяқта пряники типа. Ол толстый, типа ұзаққа жетеді. И біреу уже, азақ, и ол просто серебристый. Вот, осындай 2 декоративный скотч. Бұлармен мен өзімнің жолда біреуге беретін подаркамды украшать етемін. Так, дальше. Мен өткен жылы осындай фикс прайстан лента алған болатын. Ол өте әдемі. Бірақ бұл жылы болмады. Басқаша сериясы болды, маған жоқ. И оның орнына менде осындай ақ түсті, осындай жасыл түсті и последний қызыл түсті. Короче, осындай скотч, ленталар. Қалыңдығы почти бірдей, но түстері әртүрлі и суретсіз. И мынау көбірек, чем мынау, потому что мынау азақ. Это уже бітіватыр. Поэтому, да. Еще менде тағы осындай новогодний не бар, ол толстый прям. Ол мен үлкен подарктарды байлаймын. Либо ортасынан бөліп, короче, бәле салам. Мен бұның көп емес екен қатты. Нет, наңғырында прям реально көп, но. Дальше. Уже подарка дегеннен кейін. Уже понятно то, что лента, коробка, покрытие қағаз. Короче, понятно, осында қағаздар. Өткен жылғылар менде осы екеуі, бұларды мен сіздерге болмыста көрсеткем. Потом вообще туған күнге арналған, пофиг, не важно. Фикс прайстан алам тоже. И мына екеуі тоже фикс прайс, но уже осы жылғылар. И бұлар лучше. Ұзынырақ еще бұлар. Видите? Типа, қараңдар. Ұзындықтары осындай. Типа, өткен жылы мен осы жылғы. Еще качество лучше.
осындай екі қағаз. Оларға менің ленталарым күшті келеді, короче. Упаковкаға, то есть подаркаға сыртына тағы менде осындай бантики маленькие, но вполне хорошие. Тоже фикс прайстікі. Фикс прайста всегда осы снежное кружево Alien Collection Production болады. Біреуі қызыл серый, біреуі жасыл серый. Еще у нас ленталар бар. Это вообще менің коллекцияма плюс. То есть мне типа еще бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Тоғыз лента. Можете себе представить? Дейсің, қойсың. Ладно. И олар осы екі бантиктар менің бүкіл упаковкама келеді, поэтому... О, падает. Мен қолданамын. Тағы да осы подарканы қаптау үшін сыртына менде еще осындай наклейкалар бар. Бұл тоже фикс прайс, кружево и типа осылай тұрады. Вот. Енді ең қызығы, прям топи, ребята. Өткен жылы менде мындай шар болған. Ішінде несі бар. И ол, короче, сынып қалды, и қалғаны менде осы. То есть соның ішінде фигуркасы. И осы жылы, өткен жылы біреуін сындырсам, осы жылы менде үшеуі бар. Біреу осындай кішкентай, ішінде осындай аяз ата. Және Merry Christmas. И ладно, ничего особенного, кшентай. А вы посмотрите на это моноплан. И типа... Точнее, Санта. Уи. Типа... Уи. Ладно. Екеуін көрсеттім, енді үлкені фикс прайс тоже. Мыналар не были фикс прайс, снежное кружево. Вы готовы это увидеть? Асты осындай. Іші күшті айналды. Ішінде тоже Санта с елкой. Ананың ішінде, қалғанның ішінде Санта с подарками, но Санта с елкой. И барлығының асты қызыл. Мне это нравится, потому что лично для меня Happy Year это қызыл и green, you know. И просто комбо нәрсе көрсем, вот просто... Ну, мынау опять тоже. Но мынау. Christmas tree. Короче, тоже фикс прайс. Но на стеклянный, а то он еще зеркало. Айна. Я видите? Тун-тун-тун. Ойыншықтары пластиковый, но мен комплектісінде болды ойыншықтары. Гирляндаларды потом, короче, осы видеода бүкіл почти гирлянданы мен базардан алған болдым, бабаммен бірге барып. И осы лентаны да, короче, сияқтан алдық. Біз андай, короче, көп нелердің арасына бардық. И там, короче, андай нелер болды да, ішінде аяз ата тұрады. И, короче, өлең шығады, еще ішіндегі қар сияқты айналады, ішінде еще свет бар. Короче, андай лампа сияқты бірге болды. Мен оларды сіздерге видео түсірдім, онда ішінде көп болды. Еще свечи были классные. Еще андай, типа, далаға қоятын лампалар болды. Мен сіздерге барлығын түсірдім. И, короче, вот. Өте күшті. Мен прям все хотела купить, но там дорого. А вы что ждали? Бағалары сол ТРЦ-дағы бармен бірдей, поэтому
Не будем покупать, когда деньги у себя будут, тогда будем покупать. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер сіздерге бұл видеоны салайық қойып кетіңіздер. Осы видеомен мен сіздерге новогодний настроение бердім деп ойлаймын. Әлі алда тағы да влогымыздар шығатын болады. Сондықтан да колокольчикті басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Всем пока!